Сәлем достар еке. Кіріп келген 2019 жылыңыз құтты болсын. Соған орай, жаңа жылыңызда жаңа өмірмен бастап көрейінші деген оймен бүгінгі видеороликті мен кармаға бағыштайын деп тұрмын. Бұның барлығы азыр бола тұра, в принципе мен карма, буддизм, ведизм сияқтыларға сенбейтін адам болғандықтан, бүгінгі видеороликті мен просто информация ретінде сіздерге жеткізейін деп тұрмын. Сондықтан сізде мен сияқты осындай бір тақырыптарды жас көруші болсаңыз, видеороликті жалғастыруыңызды сұранамын. Сонымен карма түсінігі біздің буддизм, ведизм ағымдарынан келіп шыққан деген түсінігімізге қарамай, ол Упанишад, Веданты, яғни ведалерді үйреніп келінерді матындерінен бірінші болып келіп шыққан. Оның аудармасы сауап, іс-әрекет мағыналарын беріп келеді. Сонымен карма бұл дүниенің себеп-салдарлық заңы болып, оған сәйкес біздің барлық істеген жаман немесе жақсы іс-әрекеттеріміз аяқсыз қалдырылмайды. Соған орай, адам тек қана өзінің өміріне ғана жауапты екендігін өзіңізде түсініп алған шығарсыз. Яғни, Алла Тағала, табиғат немесе басқа адамдар сіздің өміріңізге араласушы болмай, оны тек қана өзіңіз жасап келер екенсіз. Істеп келген тірліктеріңізге лайықты жемістерді алып келіп демекші. Тағы да карма әрбір біздің қайта тіріліп келуімізбен, яғни реинкарнациямен жақсы байланысты заң болып, оған сәйкес сіздің жинап алған жаман немесе жаман кармаңыз ендігі қайта тіріліп келу өміріңізге жауапкер болады. Яғни кім болып, не болып, қай отбасыда, қай өмірдік жағдайлармен өмірде кездесіп келулеріңізге барлығына карма жауапты болады. Бірақ, опять же, өмір бойы тек қана карма біздің өмірімізді управлять етуші күш демей, на самом же деле, әрбір адам үшін бір өмір бойы карманы жақсарту, яғни жаман карманы жуып алуыңызға мүмкіншіліктер беріледі. Яғни оны сіз жақсы әрекеттеріңізбен, жақсы ойдарыңызбен, конечно же, жақсы ағымға айналдырып жіберуіңіз мүмкін. Сонымен карма түсінігі негізі әрбір ағымдарда әртүрлі мағыналарға ие болып, мысал үшін кейбір адамдар карманың жұмысын Құдай атқарады, космос, көрінбес күштер деп айтатын болса, буддизмға сәйкес бұл түсінік одан да жақсылап түсіндіріліп келеді. Яғни, карма екі бөлікке бөлінеді. Бұрынғы өмірлерден жиналып келген карма, пурана карма. Тағы да қазіргі өмірде жаңадан жинап келіп атқан кармаңыз, яғни нава карма бөлінеді. Сонымен пурана карма сіздің қазіргі өмірдік жағдайларыңыздың барлығын жасап келсе де, сіздің нава кармаңыз келешегіңізді, яғни жаман кармаңызды жуып беруші құдіретті күш болады. Ал сіздің әрбір жасап келіп атқан іс-әрекеттеріңіз пураша кара деп аталып, оның ең жоғарғы көрінісі сіздің ештеңені қаламай өзіңізге, яғни ақкөңілдікпен артқа ештеңені алмаймын деп істеп атқан іс-әрекеттеріңіз соған жатады. Сонымен буддизмнің ең басты ережесі тілектерімізден, ынтызардарымыздан, ықыластарымыздан құтылу жолы болғандықтан, себебі барлық өмірдік жағдайлар, мәселелер, именно біздің қалаған нәрселеріміз амалға асырылмағандықтан, келіп шығатын жағдай болғандықтан, әрине біздің эгоистичный порывтарымыз біздің жаман карма жинап алуымызға себепші болады. Сондықтан буддистердің ойдары бойынша сіз өзіңізді нирвана қалетіне дейін жетіп алам деген ойда болсаңыз, әрине барлық тілектеріңізден, ынтызарларыңыздан, ықыластарыңыздан құтылып, раз и навсегда өзіңіздің кармаңыз создаваться етіліп келуіне, оны бүткіл жойып тастауына тек қана өзіңіз жауапты болар екенсіз. И солайша бүгінгі видеоролик сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписываться етулеріңізді сұранамын. Сонда Шала Қазақ ТВ каналында одан да қызықты видеороликтер шыға береді. Пока-пока. Arrivederci.